Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бюджетный салат дайындаймыз қызылшадан. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен картоп фрай дайындап аламыз. Ол үшін 2-3 картошканы алып, майда теркеден өткізіп, салқын суымызға жуып, крахмалын кетіріп алатын боламыз. Суын сығып, кішкентай орамалымызға жайып аламыз. Суын кептіріп аламыз. Су кепкеннен кейін қызып тұрған майымызға аз-аздан салып қуыра береміз. Бәрін бірден сап бермеңіздер. Бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Аз-аздан салып, осылай қуырып аламыз, қызартып. Магазиннен сатып алсаңыздар да болады, бірақ осылай мен үйден дайындадым. Барлығын қызартып қуырып алғаннан кейін біз қызылшамызды қайнатып дайын болған қызылшамызды осылай соломка қылып турайтын боламыз. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден қарасаңыздар болады. Менің арнама тіркелмесеңіздер, тіркеліп лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Осылай барлығын турап алғаннан кейін табамызға салатын боламыз. Одан кейін қайнатылған жұмыртқамызды да соломка қылып тураймыз. Өте дәмді, тойымды салат. Қонақ келсе де ұялмай сұна берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын сіздерге. Турап болғаннан кейін бұны да табамызға саламыз. Одан кейін пісіріп алған картоп фрайымыздың жартысын салатын боламыз. Жартысын әсемдік үшін салып болғаннан кейін тарелкаға ең бетіне салатын боламыз. Одан кейін консервіленген жүгерімізді де салып, майонез салып, жақсылап араластырып, холодильникке 1-2 сағатқа қойып, кейін тарелкамызға салып ұсына береміз. Тарелкаға салғаннан кейін әсемдік үшін картоп фрайымызды ең бетіне саламыз. Осылай оңай дайындалатын салат, тойымды, әрі дәмді, баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.